Баршаға сәлем, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Диана Скаутова тұрмыс құруға дайын, алайда тоқал болатын жоспар жоқ. Ешкімнің тоқалы емес, көпшілікке мұны ашып айтты. Жасандылықты жаны сүймейді. Мен жасанды ота жасатып көрмеппін, болашақта да ойым жоқ. Қазір көп қыздар жасанды сұлулыққа жүгінеді. Мен ондайды қаламас едім. Мен үшін сұлулық шынайылық. Омырау мен ерін істіруді тырнақ жасағандай көреді. Соншалықты қолжетімді болып кетті. Мен ондайға қарсымын, деді бойжеткен. Телеарнадан бөлек жарнама арқылы жақсы ақша табатынын айтады. Телеарнадан көп ақша аламын. Қосымша желіден жарнама жасаймын. Жарнама $1000 болады. Сторис бағасы 100 000 айналасы. Нақты соманы айтқым келмейді. Оны адамдарым шешеді, дейді. Талдықорғанда туып, Аягөзде өскен Диана отбасымен бірге Алматыда тұрып жатыр. Отбасымызбен Алматыдан үй алдық, сонда тұрамыз. Әкем мен ағам инженер, анам саудамен айналысқан адам. Әкем екеуі тігін фабрикасында танысқан. Қазір әкем мен ағам Алматыда өз саласы бойынша жұмыс істейді, деді тележүргізушісі. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеолар ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін бас көтерулеріңізді сұраймыз.